Нөмір 8-ші сұрақ. Екі теңдеудің түбірлерінің қосындысын табыңыз. Мына жақта бізде екі теңдеу берілген. Осы екі теңдеуді шығарып, одан кейін түбірлерін біріне қосып, жауапты табу керекпіз. Бастайық. Бірінші теңдеуді шығарамыз. 2 жақшаның ішінде 3х азайтылған 5 қосу 17 тең болады 43-ке. Осы теңдеуді шығару үшін жақшаның алдындағы санды жақшаның ішіндегі әрбір санға көбейтеміз. 2-ні көбейтеміз 3х-ке, 2-ні көбейтеміз 5-ке. Сонда жақшаны ашқанда бізде шығады бұлай. 6х азайту 10 қосу 17 тең болады 43. Енді 6х-тің мәнін табу үшін мына жақта сандыларды бірге жинау керекпіз басқа жаққа. Сонда 43 пен 10-ды, 17-ні және 43-ті үшеуін бір жаққа жинаймыз. Өйткені олар ұқсас қосылғыштар. Оларды барлығын бір санға жинаймыз, 6х-ті сол жақта қалдыра саламыз. 6х-іміз тең сонда. Мына жақта 43. Мына жерде азайту 10 болса, 10 жаққа апарғанда оны қосу 10 дейміз. Егер мына жерде қоссақ 17-ні 10 жаққа апарғанда оны азайтамыз 17-ні деп жазамыз. Енді 6х-ті көшіремін. 43 қосылған 10, ол 53. 53 азайту 17, 36 шығады бізде. Енді 10 жағымызда 36 шықты, сол жағымызда 6х тұр. Х-тің мәнін табу үшін біз 36-ны 6-ға бөлу керекпіз. Өйткені мына жерде олар 2 көбейткіш, ал 36 олардың көбейтіндісі. 36-ны бөлеміз 6-ға, және жауабында шығады 6. Х-тің мәні тең болды 6-ға бірінші теңдеуде. Болды. Бірінші теңдеудің түбірін таптық. Енді екінші теңдеудің түбірін табайық. Оны басқа түспен жазамын. Мына жаққа жазамын. 7,15х қосылған. 3,2-ден 1-ді мен мына жаққа 5-ке көбейтсем, 3,5 деп аламын. 3,5х деп аламын. Азайту 5,8х тең болады 15,6-ға. Енді сол жақтағы осы 3 ұқсас мүшелерді бірге жинау керекпіз бір санға. Мыналарды жинағанда шығады 11х 7,15 қосу 3,5х ол 11х. 11х азайтылған 5,8 шығады 5,2х тең. Мына жақта шықты 15,6. Және х-тің мәнін табу үшін енді осы 15,6-ны бөлу керекпіз 5,2-ге. 15,6 бөлінген 5,2-ге х-тің мәні тең болды 3. Х-тің мәні 3 болса, мына жақта, ал мына жерде х-тің мәні 6 шықса, теңдеудің түбірлерін қосындысын табу үшін біз 6-ны жай осы 3-ке қосамыз. Бірінші теңдеудің жауабын, міне 6, екінші теңдеудің жауабы 3, оларды қосамыз, жауабында шығады 9. Сонда түбірлердің қосындысы тең 9-ға, жауаптардың ішінен А жауабы дұрыс.